Хей, сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аял Wings. Достар, бүгінгі видео бізде кукинг болады. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге панкейк пісіретін боламын. Ендеше бұл видео сіздерге қызықты болса, сіздер тамашалайсыздар әрине, ал мен бастаймын. Алдымен бізге осындай 2-3 топ жұмыртқа керек болады. Осыны қазір жаратмауыз. Яйцаны. Сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан. Потом бізге сахар керек болады. Қаштым жалма жан. Енді осыларды араластырамыз. Тұл бойында Енді бізге осындай бір стакан жылы сүт керек болады. Осы сүтті осының ішіне құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Бізге осылай ұн қажет. Оның үстіне осылай разрыхлитель қосатын боламыз. Ал енді осының үстіне алдын ала ерітіліп алған сарманымызды қосамыз. Бізде примерно осындай болып шығу керек. Именно біздің сковородкамыз осылай құрғақ болу керек, май ештеңе құймаңыздар. Просто оны осы отта қыздырып аламыз. Если честно, ребята, мынау менің ең алғашқы жасап жатқан панкейкім. Қалай болып шығатынын білмеймін даже. Я боюсь, но не істеу керек, одан кейін дейді аударамын. Пісті ма деп пе? О май гад. Уай! Міне менде осындай 2 панкейк пайда болды жаңадан. Ай, күйді! бойы болған, сөзі жылман, кімді Сонымен, ребята, менде осындай бір панкейк пайда болды. Ана ар жақта да өте көп. Негізі өте көп болып шықты ар жақта. Вот мына жақта да осындай. Негізінен бұл менің ең алғашқы панкейктерім. Вот мен бұл панкейктерді былай болады деп ойламадым, бірақ бұл өте керемет болып шықты. Үйдегі жақындарыңызға жасап берсеңіздер болады, және өздеріңізге де керемет деп ойлаймын. Сонымен, достар, егер де бұл видео ұнаса, менің кукинг видео, менің алғашқы кукингім, сіздерге ұнаса, онда маған лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, және комментарийға да өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Достар, сонымен мен негізі осылай видео түсірем деп ойламаған. Просто түсіре салған видео болды. Мен негізі панкейк жасайтын болғандықтан да неге кукинг түсірмеске, менің арнамда мүлде кукинг деген видео жоқ. Сондан осылай түсіре салайын дедім. Вот, сіздерге ұнады деген ойдамын. Сонымен, достар, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.